Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 35-ші сабақпен танысатын боламыз. Суреттерді екі топқа бөлу. Жанды табиғат денелері. Қасқыр, ағаш, қоңыз, аққу. Жансыз табиғат денелері. Аққала, кітап, қарындаш. Қандай белгілер арқылы жанды табиғатқа жатқыздың сұрағына жауап. Мен нысандарды тыныс алуы, өсуі, дамуы, қоректенуі және қозғалу қабілетіне қарай жанды табиғат денелеріне жатқыздым. Кластерді толтыру. Тірі организмдердің қасиеттері. Тыныс алу, қоректену, өсу, даму, көбею, тітіркенгіштік. Сократтың бұл сөзінің мағынасы өте терең. Тамақтың ең жақсы дәмдеуші аш болу дегені. Адам шынымен ашыққанда ғана тамақтың дәмін сезеді. Аш болмаса ас та дәмсіз, қадірсіз болып көрінеді. Яғни аштық тамақтың қадірін арттырады. Біз ішіп жеу үшін өмір сүрмейміз, өмір сүру үшін ішіп жейміз дегені. Адамның өмірдегі басты мақсаты тек жеу емес. Тамақ өмір сүру үшін керек құрал ғана. Біз білім алу, еңбек ету, жақсылық жасау, дамып жетілу үшін өмір сүреміз. Ал тамақ сол өмірді жалғастыруға күш беретін қажеттілік. Қысқаша айтқанда, тамақ мақсат емес, құрал. Өмір басты құндылық. Иә, өсімдік тірі организмге жатады деп ойлаймын. Өйткені өсімдік тірі ағзаға тән барлық қасиеттерге ие. Тыныс алады. Өсімдікте оттегін пайдаланып тыныс алады, тек біз сияқты байқалмайды. Қоректенеді. Өсімдік күн сәулесі, су және ауа арқылы өзіне қорек жасайды, фотосинтез. Өседі және дамиды. Тұқымнан өніп кішкентай өскін болып, үлкен өсімдікке айналады. Көбейеді. Тұқым, жеміс, тамыр, бұтақ арқылы көбейе алады. Қозғалыс жасайды. Орнын ауыстырмаса да күнге қарай бұрылады, жапырағы ашылып жабылады. Қартаюы және өлуі бар. Өсімдікте уақыт өте қурап өледі. Сондықтан өсімдік тыныс алады, қоректенеді, өседі, көбейеді және өледі. Осы белгілеріне қарап, өсімдік тірі организм екені дәлелденеді. Үй жануарларын ит, мысық, сиыр, қой, жылқы, тауық бақыласақ, оларға тірі организмге тән мына қасиеттер бар екенін көреміз. Тыныс алады. Барлығы өкпесімен немесе арнайы мүшелерімен тыныс алады. Қоректенеді. Шөп, жем, су, ет, дайын азықпен қоректенеді. Өседі және дамиды. Төл болып туып, бірте-бірте өсіп ересек жануарға айналады. Көбейеді. Ұрпақ қалдырады. Бұзау, қозы, құлын күшпен туады. Қозғалады. Жүреді, жүгіреді, секіреді, ұшады, тауық, үйір. Тітіркенгіштік қасиеті бар. Дыбысқа, жарыққа, суыққа, ыстыққа, адамның даусына жауап береді. Мысалы, ит шақырсаң келеді. Мысық қорықса қашады. Сиыр қатты дыбыстан үркеді. Қартаю және өлу. Уақыт өте қартаяды, әлсірейді, соңында тіршілігін тоқтатады. Бақылау арқылы жануарлардың тіршілігін бұлай көруге болады. Қалай қоректенеді? Ит, мысық тамақты тістеп шайнап жейді. Сиыр, қой, жылқы шөпті жұлып жейді, күйіс қайтарады. Тауық жемді шоқып жейді. Мысық сүт ішеді, ит су ішеді. Яғни жануарлар дайын қоректі ауыз арқылы қабылдайды. Қалай қозғалады? Ит, мысық, сиыр, қой жүреді, жүгіреді. Құс жүреді және ұшады. Балық жүзеді. Жәндіктер ұшады, секіреді, жорғалайды. Қозғалу арқылы олар қорегін табады, қауіптен қашады. Тітіркендіргіштерді қалай сезеді? Жануарлар сыртқы орта өзгерісін сезе алады. Дыбысқа. Ит атын атасаң келеді, қатты дыбыстан қорқады. Жарыққа. Мысық жарықта көзін сығырайтады, қараңғыда жақсы көреді. Иіске. Ит иісі арқылы тамақты, адамды табады. Суық пен ыстыққа. Суықта дірілдейді, ыстықта көлеңке іздейді. Қол тигізуге. Сипасаң жуасиды, қатты тисең қашады.
Бақылаған кезде организмдердің мынадай қасиеттерін анықтадым. Қоректену. Жануарлар тамақ жейді, су ішеді. Қозғалу. Жүреді, жүгіреді, ұшады, жүзеді. Тыныс алу. Дем алады, дем шығарады. Тітіркенгіштік. Дыбысқа, жарыққа, суыққа, ыстыққа, жанасуға жауап береді. Өсу және даму. Кішкентай төлден үлкен жануарға айналады. Көбею. Ұрпақ қалдырады. Қартаю және тіршілігін тоқтату. Уақыт өте қартаяды, соңында өледі. Мен организмдердің мынадай негізгі қасиеттерін білемін. Тыныс алады. Ауа арқылы оттегін қабылдап көмір қышқыл газын бөледі. Қоректенеді. Энергия алу үшін тамақтанады. Қозғалады. Жүреді, жүгіреді, ұшады, жүзеді немесе өсімдіктер сияқты баяу қозғалады. Өседі және дамиды. Кішкентай күйден үлкен күйге өзгереді. Көбейеді. Ұрпақ қалдырады. Тітіркенгіштік. Сыртқы әсерлерге жауап береді. Дыбыс, жарық, суық, ыстық, жанасу. Қартаю және өлу. Уақыт өте қартаяды, тіршілігін тоқтатады. Зат алмасу. Ағзада үнемі өзгерістер жүреді, қорек қорытылады, энергия бөлінеді. Адамға тыныс алу үшін ауа, ал тамақтану үшін тағам мен су қажет. Тыныс алу үшін қажет зат, оттегі. Оны қайдан алады? Ауадан. Адам ауаны өкпесімен жұтады, ауадағы оттегін пайдаланады. Тамақтану үшін қажет заттар: тағам, нан, ет, сүт, көкөніс, жеміс. Су. Оларды қайдан алады? Өсімдіктерден: нан, жеміс, көкөніс. Жануарлардан: ет, сүт, жұмыртқа. Судан: өзен, көл, құдық, таза ауыз су. Жоқ, үй шатырындағы сүңгі мұзды тірі организмге жатқызуға болмайды. Себебі сүңгі мұзда тірі организмге тән қасиеттер жоқ. Тыныс алмайды. Қоректенбейді. Өспейді, тек су қатып көлемі үлкеюі мүмкін, бірақ бұл өсу емес. Көбеймейді. Тітіркендіргіштерді сезбейді. Қартаюы және өлуі болмайды. Сүңгі мұз. Суықта судың қатуынан пайда болады. Температура өзгерсе, ериді. Бұл физикалық құбылыс қана. Жеңіл сұрақтар бір сөзбен немесе қысқа жауап берілетін. Тірі организм деген не? Адам тыныс алу үшін нені пайдаланады? Өсімдік тірі организмге жата ма? Жануарлар қоректене ме? Сүңгі мұз тірі ме, жансыз ба? Күрделі сұрақтар ойлануды, түсіндіруді қажет етеді. Неге өсімдікті тірі организмге жатқызамыз? Түсіндір. Егер адам тамақ ішпесе, не болады? Неге? Жануарлардың тітіркендіргіштерді сезуі не үшін қажет? Сүңгі мұз неге тірі организм бола алмайды? Себебін айт. Тыныс алу мен қоректену тірі организм үшін неге маңызды деп ойлайсың? Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.